Қайырлы таң қазақ елі. Біздің бүгінгі кеңесіміз автокөлікті тізгіндеген жандарға арналады. Әр мезгілмен көлікке баса назар аударып отыру керек. Қазір қыс кетіп, көктем келді. Енді біз осы автокөліктің жаз мезгіліне, көктем мезгіліне дайындығын тексеретін боламыз. Ол үшін бізге техника жөндеу орталығының арнайы қызметкері Бауыржанның көмегі керек болады. Ассалаумағалейкум. Сізбен бірлесе отырып, осы көліктің көктемге деген дайындығын тексеріп шықсақ деп отырмыз. Көлік жүргізушілерге арналған автокеңестер тізбегін мезгілдік дайындықтан бастамақпыз. Ең әуелі оның сұйық майларын тексеріп, мөлшерінен төмендеген болса, қайта толықтырған жөн. Ал бұл жерден қарасақ, жеткісі, бұл кісінікі аз. Бұл кісіге біз қазір уровеніне келтіріп, жеткіспейміз. Бұлай айтқанда, міне, өз уровенде тұр бәрі. Химиялық реакция энергиясын жинақтаушы аккумулятор суы мезгілге байланысты ауысып тұру керек. Аккумулятор машинаның от алуы таңертең қозғалысына көп рөл ойнайды. Сондықтан жерде қарасаңыз, аккумулятордың өзінде мынандай бір светі болады. Бұның ішінде жасыл лампочка жанып тұрады. Если жасыл жанса, значит зарядка бар деген сөз. Если жоқ болса, значит зарядка жоқ. Екіншіден, ішінде бұның да су бар өзіне арналған қыстық, жаздық болып бөлінеді. Көріңіз, мынаның ішіндегі жеткісі бәрі бірдей. Өзінің уровеньмен. Осылай қылып тексеру керек. Қайсысында төмен болса, ол құйылады. Бірақ бұл кісінікінде төмен емес, бәрі орнында тұр. Сондықтан бұл аккумулятор әлі жарамды деген сөз. Әлі жұмысын атқара біледі. Келесі назар аударар дүние жарық. Ол үнемі жанып жүру керек. Қапыда жанбай қалса, оның лампасы күйіп кеткендігін оңай білуге болады. Келесі кезекте келетін болсақ, мотордың мына майларын бәрін тексердік, бәрі орнында. Ендігі әр автокөліктің иесі таңертең тұрып өз машинасын оталдырғанда, ең бірінші тексеретіні қазіргі заң бойынша бәрі күндіз автокөлік жарығын жағып жүреді. Ол үшін содан бастап тексерейік. Автокөлікті қазір мен жарығын қосам, сіз айтып тұрасыз. Қайсы жанады, қайсы жанбайды. Бәрі норма орында болса, ол машина дайын деу керегі болады. Жанып тұр ма? Екеуі де жанды, иә? Техникалық жөндеу орталығындағы тексеріс өз мәресіне жетті. Біз атап көрсеткен дүниелерді үй жағдайында да жасасаңыз болады. Бауыржан, сізге рахмет. Көп табысты болыңыз. Мінекей қадірменді көрермен, біз бүгін көліктің көктем мезгіліне дайындығын тексердік. Антифриз сұйықтығы аз екен, оны орнына толықтырып қойдық. Егер жолға шығып, жолда қалып кетем демесеңіздер, көлігіңізге үнемі көңіл бөліп жүріңіз. Бүгінге осы